Ассалаумағалейкум. Алдарыңызда тоқ өлшегіш клещи деп аталады. Яғни бұл сборка Қытайдың шығарғаны. Яғни бұнымен обзор жасамасқа болмады. Өйткені мұнда алғашқы мультиметрмен клещимен жұмыс істеген адам бұны кішкене түсінбеуі мүмкін. Яғни бұл аппарат DM62-66 Қытайдың айтып кеткені Қытайдың шығарғандары. Мұнда 4 бүрішті жаңағындай батарейка салынады. Енді нақты көрсеткіш көрсетілмейді, бірақ та сонда да бұл жоқтан қарағанда бар. Енді электрикқа керек зат. Бұл енді біріншісі, бұл клещи, яғни бұлмен не істейміз? Біріншіден бұл жерде екіге бөлінген, мына жақ беті и мына жақ беті екеуі бірдей. Мына жақпен де қолдансаңыз да бәрібір, мына жақпен де қолдансаңыз да бәрібір. Бірінші оф, яғни бәріміз білеміз сөнгені. Тағы да мына жерде бұл батырма, бұл жерде шыққан көрсеткішті, яғни түсіреді. Мысалға да мына жерде бірдеме шықты ма, қаласында басқан кезде міне бір деген сан шықты. Мысалы сол сияқты ғой. Ал енді айтып кетейік. Бірінші AS A деп жанып тұрғаны, яғни бұл AS деген всегда болады. Міне мына жерде AS деген ол айнымалы тоқ. Яғни мына жерде де AS деген айнымалы тоқ. DS деп жанып тұр мына жерде. DS ол тұрақты тоқ. Яғни AS-A деген амперметрді өлшейміз. Міне AS-A деген амперметр. Мына жерде AS, F деген жазу, ол вольтты өлшейміз. Яғни кернеуді өлшейміз. Мынау амперметрді өлшесек, тоқты өлшесек, мына жерде кернеуді өлшейміз. F, A деген физика заңдылығында жазылған. Яғни бұл жерде амперметрді қалай өлшейміз? 200 және де мыңдық бар аралығында бар. Біз 200-ге қойдық делік. Мысалға, ол осындай щиттің астындағы двигательді асинхронды қозғалтқыштарды, яғни қанша тоқ тартқан, яғни амперметрін өлшеуге болады. Яғни бұл клещиға бір жиланы, яғни салып өлшейміз. Яғни фазасы өткен проводына осыны клещиға салып өлшеп амперметрді өлшеуге мүмкіндік береді. Яғни бір жиланы саламыз, оған тағы да 2 жила негізінде салынбайды. Бір жила ғана салынады. Одан кейін жаңағындай кернеуді өлшейміз. Яғни 750-ге дейін, яғни 220, 380 өлшеуге болады. Яғни оған обзор жасау үшін мысалға резетке осындай жаңағындай осындайларын саламыз. Яғни қызылды қызылға, қараны қараға саламыз. Яғни міне кернеуін өлшейміз. «206» дейді. Жарайды. Міне тағы да айтатын кетсек, мына жерде стандартты резеткелерге көбінесе келе қоймайды. Жіңішке де, жуан деген мо. Мына жерде кейбіреулері кішкене ұзынырақ болады. Қысқа мынау. Минус осы да. Одан кейінгі жаңа айтып кеттік. Енді бұл 1000 DSF деген, яғни бұл кернеу тұрақты тоқтың кернеуін өлшейді. Яғни аккумулятор басқасы соны өлшеуге мүмкіндік береді. Одан кейін мынау дыбыстың прозвонкасы дейді. Яғни бұл
дыбыс шығаратын. Яғни бұл не үшін пайдаланады? Яғни кабель, осындай кабельдер болады ғой, ненің ішінде, стенаның ішінде прозвонка жасау үшін қолданылады. Яғни бұл, айта кететін болсақ, бұл жүйе напряжение, яғни тоқ болмау керек мынаның ішінде. Яғни без несіз. Осындай екі кабельдің несін басын қостық па, мысалға да мына жақтан стенаның ішінен мысалы мынаны қараймыз. Міне. Яғни бұл распределительный коробканы бәрін жинаған кезде осы функциясы қолданылады. Мұнда тоқ болмау керек. Әйтпесе мынау жанып кетеді. Одан кейінгі мынау 20 килоом, бұл прозвонка жасаған кезде қолданылады, яғни двигательді жаңағындай кедергісін. Одан кейін мегаомдар, ол изоляцияларын тексереді, ол яғни уже специалисттер біледі оны, жаңағындай нормальный электриктер қолданылады, производствода жүргендер қолдана бастайды. Ал данный момент мысалы үй жағдайларында жаңағындай сіздерге керегі осындай айнымалы тоқ, тұрақты тоқ и амперметр, осылар ғана керек, және прозвонка ғана керек. Міне осындай видео обзор осындай болды. DM62-ді 66 Қытайдың құрылғысы, Қытайлар шығарған құрылғы. Пайдалы болатын болса ақпарат, тіркеліңіздер, жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.